شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мінеки 12 айдың сұлтаны қасиетті Рамазан айда таяп қалды. Ал бұл айды адамзаттың абзалы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мен оның сахабалары және ата-бабаларымыз асыға күтіп дәріптеп құрметтеген. Ал Рамазан айы аяқталған кезде келесі 30 күн оразаға аман-есен жетсек деп армандап Алладан тілеген. Не себепті? Неліктен? Ал біз сол кісілер секілді Рамазан айының қадір қасиетіне жетіп жүрміз бе? Мінеки осындай сауалдарға жауап іздемес бұрын ең алдымен көпшіліктің Рамазанға қатысты пікірін тыңдап көрейік. Қасиетті ай ғой. Мұсылман халқының қасиетті айы. Айлардың ішіндегі ең ұлығы деп өзім есептеймін. Бұл айда тозақ қақпаларының бәрі жабылып, жанат қақпаларының барлығы ашылады. Бұл айда шайтандардың бәрі кісенделеді. Бұл айда адамдар тек қана бір-біріне мейіріммен жаңағы жақсылықтарды көп жасайды. Және де Алла тағаламыздың адамдарға деген өзінің әлгі мейірімін, шапағатын нұрын көбірек төгеді деп ойлаймын. Рамазан айы қазақтың негізгі айларының біреуі сол. Мұсылман баласының. Ораза ұстайтын ай көбіне. Көбейлер ораза ұстайды, Құдайға сенімін білдіріп. Ал өзім былай болғанша ораза ұстап көрмеймін. Рамазан айы Рамазан айы мұсылмандар күні деп ойлаймын. Ораза ұстаймыз, намаз оқимыз 5 уақыт. Балдарға үйретеміз. Еліме жақсы болсын дейміз. Аллах тағалаға біздің мойынсынуымыздың бұл ораза деген ең бір көркем түрі болады. Бізге 5 уақыт намазды Аллах тағала фарз еткен болса, оразада тура сондай. Бұл айда адам баласын ести алады. Адам баласы Аллах тағала сондай көркем жақындай алады. Аллах тағала бұл айда адам баласына ерекше нұрын төгеді, мейірімін түсіреді. Түсінігім сол. Өзім бірінші ораза ұстаған кезде ерекше әсерде болдым. Ауыз ашар кезінде де ерекше әсерде болдым. Ол әсерді өзім айтқызып жеткізе алмаймын. Рамазан айында немене имандылыққа бет бұру керек, ораза ұстау керек. Жетім жесірлерге садақа беру керек. Мінеки қасиетті Рамазан айына байланысты көпшілік түсінігінің шет жағасымен де таныс болдық. Ал қазір шын мәнде Рамазан айы не себепті қасиетті, несімен ерекше, неге артық деген сауалдарға нақты жауап іздейік. Өйткені бұл санаулы күндерден кейін Алла қаласа көгімізде жарқырап туатын Рамазан айын өз дәрежесінде күтіп алуға септігі тиеді деген үміттеміз. Рамазан айы сондай бір ай. Ол айда адам баласына тура жол және ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді. Рамазан айының басқа айлардан артықшылығы дінде, исламда, шариғатта өте көп. Өйткені біріншіден айтатын болсақ, бұл Рамазанның артықшылығы сонысымен артық. Өйткені Алла субхана тағала өзінің кәламы Құран-ы кәрімді бізбен, яғни адам баласына, адам затына осы қасиетті ұлы айдың ішінде нәзіл қыла, яғни түсіре бастаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи қыла бастаған. Мені сонысымен артық, әрі тіпті тек қана бастап қана қоймастан, осы Құранның аяттарының басым көпшілігі осы Рамазан айында түскен. Құран Алланың сөзі, адамзатты бақытқа жеткізер заңдар жинағы. Пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам ең алғаш 40 жасында уахи етілген Құран аяттары 23 жыл бойы нәзіл болды. Яғни қасиетті Құранның адамзатқа түсірілу тарихының өзі мұғжиза. Ал осындай мұғжизаның ең алғаш Рамазан айында түсірілуінің өзі хикмет. Сондықтан Рамазан Құран айы деп сипатталады. Бұл айда көбірек Құран оқып құлшылық ибадат жасаудың сауабы мол. Мешіттерде де Рамазан айы көрінген кеште тарауих намазы басталып, мүмкіндігінше хатым Құран оқылады. Имамға ұйып 20 рекағат тарауихқа жығылған жамағат үшін әсіресе хатым Құранның маңызы ерекше. Ал Құранды бастан аяқ жатқа оқитын қарилардың жауапкершілігі тіпті орасан. Алматы қалалық орталық мешітінде Рамазан айындағы тарауих намазында хатым Құран оқитын қаридің бірі Жұманазар Өсерханұлы жауапкершілігі мен сауабы мол амалды 10 жылдан бері атқарып келеді.
Осы орталық мешітте Данияр деген тағы қари бауырымыз бар, досымыз. Сол екеуміз осы 10 жылдай болып қалды. Бірге хатымдамыз. Жылда Рамазанда орталық мешітте, басқа үлкен көптеген мешіттерде, Атырау облысы Иманғали мешітінде болды, Өскемен орталық мешітінде болды, Павлодарда болды, біраз мешіттерде болды. Осы өзімізде бітіреміз 10 күн, 15 күн. Енді негізі, мысалы, Түркияда оқыдық, Меккеде де болдық. Ең абзалы күніне 100 пара оқиды. Бірақ енді оған қазір мемлекетіміз жас қарилардың жетіспеулігі себебінен ана облысқа бару керек, мына облысқа бару керек, сондай болды. Енді Аллаға шүкір қазір бәрі бір жүйеге қалыпқа түсті. Қазір өзіміздің шәкірттеріміз барып жатыр. Әртүрлі облыстар, орталық мешіттерде хатым оқып жатыр. Бірақ енді хатымға оқу деген ол үлкен бір жауапкершілік нәрсе. Мысалы, орталық мешіттің өзінде жұма намаздан артық жиналады деп айтпасам өтірік болмас. Өйткені кейде 3000 адам, кейде 5000 адам дұғасында әсіресе өте көп адамдар жиналады. Яғни үлкен бір жауапкершілік. Бүгінде еліміз бойынша жалпы қарилардың саны 100-ге жуық екен. Алайда Құранды жаттауға ұмтылушылар жыл сайын көбейіп келеді. Бірақ ол да кез келгенге нәсіп бола бермейді. Ең сабырлы әрі табанды, Алланың сөзіне сүйіспеншілігі шексіз жандар ғана қарилықтың жүгін арқалай алады. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қарилардың Рамазанға дайындығына ерекше көңіл бөлуде. Оразадан 1 ай бұрын бізді жаңадегі босатады жұмыстан. Кезекшілік болсын, діни басқарма, орталық мешіттің басқа түрлі жұмыстарынан босатып, тек қана осы Құранмен шұғылданамыз. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар, Құран ол жаңағы қараусыз қалған түйе сияқты деген. Түйеге мысалы қарамасаңыз, шөл дала кезіп жүре береді, айлап, жылдап, 2-3 айлап. Сол сияқты Құранда адамнан тез айырылады. Құран тез естен шығады. Хасан бин Зияд деген табиғинді айтқан екен. Абу Ханифадан естідім, рахматуллахи алейх, имам Азам Абу Ханифа айтты, сол кісіден естідім. Құранды үнемі қайталап тұру керек. Құранды түгел бастан аяқ оқып шығу, ол жылына 2 рет. Ол әрбір мұсылманның міндеті деген. Сонда ғана Құранның ақысын берген болып саналады дейді. Сол жаңа имам Азам айтты дейді, пайғамбарымыз жылда Жибрил алейхиссалам, Жибрил періштеге 1 рет оқып беретін дейді. Рамазанда 1 рет оқып беретін, толық бастан аяқ. Яғни дүние салатын жылы 2 рет оқып берген дейді. 1 рет Рамазанда, кейін дүние салмастан бұрын, қайтыс болмастан бұрын Жибрил періштеге толық бастан аяқ хатым болып оқып берді. Орталық мешітте көбіне 2 қари кезектесіп, күніне 3 пара оқып, 10 күнде Құранның 30 парасын тәмамдайды. Сондықтан құптан намазына жиылған жамағат 2 сағаттан аса уақыт имамға үйді. Бұл арада жалпы жұртшылық оқылған Құранды тыңдау арқылы да сауапқа бөлене алады. Тездетіп оқығанда, шілей тездетіп оқымайды, өзінің жаңа оқу нормасы болады. Мысалы, тез альхамдулиллахи ол болмайды. Құранның ақысы болады. Әріптердің жаңа махраждары болады. Тоқтайтын жерде тоқтап, пайғамбарымыз айтады, уақифу аля кулли ая. Тоқтаңдар әрбір аятқа дейді. Асығып, сауаптан айырылып қалуымыз мүмкін. Мысалы, әсіресе кейде өзімізде оразада хатымда тұрып, кейде бір адамның бір сондай бір шабыты келеді. Оқыған сайын оқи берсем екен деп. Сонымен былай қарайсыз, 1 параны оқып қойған білмей қаласыз. 15 күндік күнде 2 парадан. Мысалы, көп кісілер сонда разы болып жатады. Алхамдулилlah, мысалы, өте жақсы болды. Мысалы, әсіресе мына Құранда Таха деген сүре бар. Муса алейхиссалам қиссасы туралы айтылатын. Мысалы, Юсуф сүресі бар. Жүсіп пайғамбардың кезінде бауырлары сондай бір қиянат жасап, сол жерлерге келгенде адам бір өзі тебіреніп, мағынасын түсініп, жаңа ары қарап оқыған сайын адам өзі беріледі. Жаңа бір айта кететін нәрсе, енді Аллаға шүкір қазір көптеген жастар Құранға көңіл бөліп жатыр ғой. Мысалы, өзіміздің медресемізде мысалы осы жазда 100 баладан аса Құран жаттап шықты, мысалы, майда сүрелерді жаттап. Соның өзін қарап, мысалы, өзің сөйлесесіз, ұстаздарымыздың естігеніміз, адам дейді, Құранға ғашық болу керек. Қалай? Шын жүрекпен. Мысалы, Құран жаттаймын деп ниет қылдыңыз ба? Мысалы, Құран жаттап, Құранға үйреніп, мысалы, 10 пара жаттасаңыз, 15 пара жаттасаңыз, Құран соншалықты кереметтілігі, Құран адамды өзі тартады дейді. Адам қанша Құраннан бет бұрғанмен, мүмкін емес Құран адамды өзі тартады дейді. Яғни неге? Ол сондай Құдай Тағаланың сондай бір қасиетті, керемет бір сөздері. Кімде-кім Алланың кітабынан бір аятты тыңдаса, оған сауабы еселеніп жазылады. Ал кім оны өзі оқыса, ол қиямет күні оған нұр болады.
Құран түскен айдың алдындағы 2 айдың да қасиетті саналуы, бұл да Рамазанның артықшылығын аңғартса керек. Өйткені алдыңғы Ережеп Шағбан айларында мұсылман баласы құлшылығын арттыра бастайды. Ережеп айы тәубе етіп құлшылық жасайтын ай болса, келесі Шағбан Аллаға сүйіспеншілікпен қызмет етіп сауап жинайтын ай. Ал Рамазан өздеріңізге белгілі, Алла Тағала мен пендесі арасындағы құпияға толы мерзім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис шәрифінде айтады: алдымызда келе жатыр сондай бір берекелі ай. Кімде-кім осы берекелі айды көрген болса, иншалла Аллаға ораза ұстап, құлшылық қылып, ғибадат қылып өткізсін дейді. Тіпті кімде-кім сол Рамазан айында ораза ұстап, құлшылықпен өткізген болса, оның күнәлары кешіріліп, тәубасы қабыл болып, иншалла ақыреттің күні Алла Тағаланың алдында үлкен сый, құрметке ие болады дегенді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Кімде-кім Шағбан айының ішінде ораза ұстап, Рамазанды қарсы алатын болса, иншалла, ол Рамазанға дайындалып, сондай ынтамен, сондай ниет қылып кіргенмен бара-бар болады деген. Рамазанның сөздік төркініне келсек, ол ромида сөзінен туындаған. Мағынасы қызу, су дегенді білдіреді. Көне заманда арабтарда шілде маусымын Рамазан деп атаған. Сондай-ақ Ромадун деп қатты шөлдеу нәтижесінде ораза ұстаған адамның іші қызғанын айтады. Канзул Ғумал кітабында Ибн Аббастың радиаллаху анху бұл айда күнәлар өртеніп жағылады. Осы себептен ол Рамазан деп аталады деген сөз келтірілген. Ал ізгі амалдың сауабы өз алдына. Адам алейхиссалам баласының барлық амалының сауабы оннан 700 есеге дейін артық беріледі. Алла Тағала айтады: оразадан тыс, өйткені ораза мен үшін, оразаның есесін мен беремін. Себебі ораза кезінде пенде мен үшін шахуатымен асынан тыйылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде айтылады: жалпы сауапты істердің сауабын оннан 700-ге шейін көбейтеді дейді. Бірақ осы хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр, бірақ оразаның сауабын Алла Тағала өзінің құзырына қалдырған, яғни өзінің қалауына қалдырған. Кімге қалаған болса, оразаның сауабын соған ғана береді. Яғни оның сауабын оннан 700-ге дейінгі еселеп көбейетін басқа сауаптарға қоспай, оның сауабын оның сыртында қылып отыр. Демек, одан да мүмкін ұлы болуы әбден. Рамазан айының алғашқы 10 күндігі Алла Тағаланың рахметі, екінші бөлігі Хақ Тағаланың кешірімі, ал соңғы 10 күндігі тозақтан азат болу айы саналады. Расында мұсылман баласы Құран түскен айдың құрметіне таң қараңғысынан күн батқанға дейін бір Алла ризалығы үшін ауыз бекітіп, бойындағы құмар мен нәпсін тежеуді үйренеді. Бұл дегеніңіз әзәзіл әлемнің құрығынан құтылар, сауаптамалға жетелер ұлы бастама. Сондықтан әрбір сәтті сауаппен көмкерілген Рамазан айын құлшылық ғибадатсыз өткізудің өзі адам баласына өлшеусіз өкініш. Ал бір өзі 1000 айға татитын қадір түнінен қорғалу тіпті мұсылманның өзіне жасаған қиянатымен тең. Өйткені қадір түні дұғалар қабыл болып жасаған құлшылық 83 жылдық ғибадатпен теңесе алады. Яғни Рамазанның соңғы 10 күндігінде кездесетін бір ғана қадір түнінің өзі шексіз кереметтердің бастауы болуы ғажап емес. Рамазан айы берекелді айтып отырмыз ғой. Рамазан айының ішінде жаңағы артықшылығы, бұл қадір кеші бар. Қадір кешінің артықшылығы сол кеште Алла Тағаланың кәламы Құранның түсе бастаған түні деп, кеші деп белгілейміз. Міне сол берекесі, қадір кешінің берекесіне, Рамазан айының құрметіне, ол кездегі жасалынып жатқан басқа құлшылықтарға қарағанда артық құлшылықтардың берекесіне Алла Тағала Құдай қаласа біздердің дұға тілектерімізді қабыл қылушы. Негізінен Құранды қадір түнінде түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Періштелер және Жәбірейіл ол кеште Раббыларының рұқсаты бойынша барлық істер үшін түседі. Ол түн таң рауандағанға дейін игілікпен жалғасады. Саламун хия хатта матла'ил фаджр. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Сауап пен нығметтерге толы айды асыға күтушілердің бірі жетімдер мен тастандыларға пана болған Әмина қажының шаңырағы. Бұл перзент үйіндегі 40-тан астам баланың жартысы жыл сайын қасиетті Рамазанда ауыз бекітеді. Тәуекелге бел буған ең алғашқы жылдар Әмина қажының әлі күнге көз алдында. Бала баққан болсам биыл 14 жыл болады екен. Соның ішінде басында да осы оразаны бастағанда кішкене мен қорқып едім. Кішкене ғой әлі ұстап жүргені қалай болады екен десем, енді бұл балалардың бұл дүниеде көрген қиыншылық өте көп.
бір кезде маған бір бала кеп, мама неге қиналасыз, біздің ораза ұстағанымызға, біз апталап ыстық тамақ ішпеп едік қой, қазір таңертең керемет тамақ ішеміз, кеште елдер бізді ресторанға, кафелерге шақырады, ол жерде өзімізді көрсетеміз, елге бір өнеге болып жүрміз ғой. Не болып тұл күндіз ғана тамақ ішпегенге? Біз Алланың разылығы үшін, жақсылығы үшін істеп жатырмыз ғой оны. Бұрында жетім жүргенде, свалкаларда, мусорларда, елдің есік алдында апталап бір кесе ыстық бір сорпа ішпеуші едік. Оның қасында ораза деген бізге бір бақытты күндеріміз ғой. Біз асқа күтеміз, мама деген бір сөзі бар. Балалар осы күнге дейін былтырда ұстады, әр жыл ұстап келе жатыр, қиналып көрген жоқ. Ораза айын біздің балалар асқа күтуде, балалардың бәрі қашан келеді деп күтіп жүр. Ал енді осы биыл ораза жаз айында, жазда басталады. Сол атағала біз жылдан жылға сынап жатыр да, қазір енді шөлдеп, жаз айында қиынырақ олымызда, сонда да иншалла ұстаймыз. Ана жылы бірінші рет оразаны ұстағанмын. Маған қиын болды. Қиын болғанда мен шыдадым. Шөлдеп жүрдім. Но братан, маған ораза ұнады. Сол мен ораза ұстағаннан кейін Алладан не сұрасаң, соны береді. Жыл сайын оразаны асыға күтеміз. Сол енді осы жыл мен 8 жыл болады ораза ұстағаныма. Мен бірінші оразаны 8 жасымда ұстадым. Сол ораза ұстау онша қиын емес былай. Рамазан айында ораза ұстау маған 10 жыл болды. Мен 10 жылдың ішінде олай қиналып көрмегенмін. Және де осы тамыздың 11-інде де басынан бастап аяғына дейін ұстап бітіремін. Аллаху, 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 Аллаху. Ата-ананың мейірімнен қағылған бұл балалар үшін Рамазан айы шын мәнінде ерекше мереке. Балалар күні бойы аштыққа шыдамдылық танытып, сабырларын шыңдап, нәпсілерін өздеріне бағындыра бастайды. Сондай-ақ ауызашарға шақырушылардың қайырымдылығына тәнті, мұсылмандардың бірлігіне куә болады. Қазіргі осы балалардың ынтасына мен өте қуанам. Балаларым осындай қиыншылыққа қарамай, істеп отырған істеріне қарамай ораза ұстаймыз дегеніне Құдай сөгіндірге жеткізсін демекшімін. Рамазан айы кіргенде жәннаттың есіктері ашылады, жаһаннамның есіктері жабылып, шайтандар кісенделеді. Әрбір күнді Алланың сыйы деп, әр несібесін бір жаратушыдан тілеген жетімдер үйі қасиетті айларда тағы бір сәбимен толықты. Әлі кіндігі де түсіп үлгермеген нәрестені осы жетімдер үйінің табалдырығына тастап кету оқиғасы осымен 3-ші рет қайталанып отыр. Кеше түнде бір жігіт кеп тұр үйге. Ой, апа анау есіктің алдынан о жаққа бір баланы шүпіректерге орап тастап кетті. Қасынан өтіп бара жатыр едік. Мияулаған мысық екен десек, мысыққа ұқсамайды деп. Содан алып келді. Алып кеп алдық. Бүткіл балалардың бәрі у-шу болып оянды. Бір уақытта біреулер жылады, біреулер қуанды. Мен бірнеше уақытқа дейін өзіме келе алмадым. Енді бұл бір сөмке емес, бұл бір киім емес. Сол баланы тастаған қыз болсын, әйел болсын, ертең Алланың алдында қалай жауап береді? Бауыр еті баласы емес пе? Айдаладағы, көшедегі әкем шешем танымайтын біреудің балаларында бағып отырым ғой. Соның қасында өзінің бүгінгі туған нәрестесін бала су әлі. Кіндігі де бәрі бүгін таңертең, мысалы түнде болған болса, кеше таңертең болған екен. Соны полицияның нелерімен, шүпіректермен әкеп, соны таңертең жүгіріп барып, табақтарын әкеп, киімдерін әкеп, иншалла ертең бір ешкі сатып алайық деп отырмыз. Теттей дәрісте ешқандай күнәсі жоқ. Енді мүмкін Алланың да бір жақсылығы шығар, нұры шығар, осы үйге біздің қолымызға түсіп отырғаны. Ол балады, әр баланың келгені бір рызқы өзі Алладан емес пе? Осындай тастандылардың күнделікті талқаны Амина қажының тынымсыз бейнетімен балалардың дұға тілегі арқылы жүзеге асары даусыз. Жақында ғана іске қосылған тігін цехында тәрбиеленуші қыздардың өзі істігеді. Бұл 30 күн оразада ауыз бекітуге кедергі емес дейді олар. Ораза бәрі ұстайды, қыздарының өйткені бәрі намазхан, қыздарымыз әлхамдулилlah бәрі хиджабта. Ораза кезінде біз жұмыс жасаймыз. Өйткені мен ойлаймын, ораза деп таңертең кешке дейін бір бөлмеге тығылып алып жатқаннан гөрі, ораза ұстаған бір сауап, екінші және
мына мұсылман қыздарымызды бір жағынан кендіріп алсақ, ол тағы да сауап үстіне сауап болады деп ойлаймын иншалла. Әрине мысалы Құранға да уақыт бөлуіміз керек, бір мезгіл оразада, өйткені сауапты барынша көп адамға сондай Алла тағала мүмкіншілік берген. Бір мезгіл қыздарымыз Құран үйреніп, екінші жағынан киімдерін тігіп. Сәби шақтан тағдыр тауқыметін тартса да, Аллаға деген сүйіспеншілігінен айырылмаған бұл балалар үйі осылайша айлардың сұлтаны Рамазанды асыға күтеді. Өйткені олар құлшылықтар арқылы сауапқа кенеліп, дұға тілектерінің қабыл болатынына үміті мол. Рамазан айын асыға күтудің себебі, оны тек қана ораза ұстау үшін ғана емес, оны көбірек дұға жасап, Аллаға бір қадам жақынырақ түсеміз деп сенеміз енді. Дұғалар еселеніп қабылданады үміт етеміз. Ораза медресе айы дейді ғой, сол кезде біздің сабыр сақтап, тақуалымыз артады, мінезіміз жақсарады дегенде. Анық байқайсың ба өздеріңнен? Анық дегенде өзім байқамаймын, қасымдағы балалар айтады, сол мінезің өзгеріп кетіпті дегенде. Рамазан айы, Құран айы. Бұл айда қасиеті 1000 айдан артық қадір түні бар. Сондай-ақ осы айда ауыз бекіткендер үшін жәннатта Раян есігі әзірленген. Ол Раян есігіне тек қана Рамазан айында 30 күн ауыз бекіткендер ғана кіреді. Қымбатты көрермендер, біз мүмкіндігінше қасиетті Рамазан айының артықшылықтары туралы сөз еттік. Ал оның біз білмейтін нығметтері қаншама. Сондықтан сіздің де сан түрлі сауалдарыңыз болса, онда қасиетті Рамазан айында бізбен бірге болыңыздар. Келе жатқан ораза баршамызға мүбәрәк болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.